Ассалаумағалейкум. Дәретсіз кешкі және таңғы зікірлерді айтуға бола ма? Негізі сізді не? Зікірлер тек қана обедте кешке бола ма не? То есть ерте кешке. Обедте болмай ма не? Пол дендеші, күн ауғанда болмай ма не бұндай зікірлер? Зікір деген не? Зікір деген Алланы еске алу. Енді сол еске алатын сөздерді Алланың елшісі бізге үйретті. Соны айта бересің. Оған дәретті болсаң, молодец, красавчик. Зор болады, сауабы екі есе көп болады. Дәретсіз болса шын, айтуға болмай ма? Бола береді, айта берсең болады. Ниетке, зікірге, сонымен жаттаған Құранға дәрет болу шарт емес. То есть, Құран оқу екі түрлі болады. Арабша кітап Құранды қолыңа ұстап, қырғыздар қармап дейді. Бетіп қармап тұрып, чисто арабшаны бетіп қармау үшін, ұстау үшін міндетті түрде дәрет болу парыз. Илләл мутаххарун, тек қана дәреті барлар ұстасын деп Алла Құранда өз аятын айтқан. Сол үшін тек қана дәреті барса дейді. Но енді дәретің жоқ болса, онда жаттаған Құранда фи қулубихим марадун фазадахумуллаху марада дегенге дәрет шарт емес. Но дәретпен оқысаң, вообще красавчиксің, молодец, сауаптың екі есе көп болады. Түсінікті? Мәселе осыда. Сіз қаншадасыз дейді. Қыздар менен имамның жасын сұрамайды.